Түркістан облысы Арыс қаласы номері 17 колледждің тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері Жоланова Эльмира Балтабайқызы. Қызып кетсе табаны, бар жалғыз-ақ алаңы, бар жалғыз-ақ шатағы, іздей бастар матаны. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ылғалды жылумен өңдеу жұмыстары. Сабағымыздың мақсаты студенттерге ылғалды жылумен өңдеу тәсілдерін үйрету. Үтіктің тарихын білесіздер ме? Бүгінгі тұрмыстық техникалардың ішінде ең жауапты қызметті атқаратын үтіктерсіз жағдайымыз сәл қиындау болар ма еді, кім білсін. Бірақ үтіксіз заман да болмады емес. Сонда ол кездегі адамдар мыж-мыж киіммен жүрген бе? Жоқ, әйтеуір бір амалын тапқан. Бүгінгі үтіктің кешегі сықпыты қалай болды екен? Ең алғаш үтікті кім жасаған туралы нақты дерек тарихта сақталмаған. Ежелгі уақытта адамдар жуылған киімнің мыжылғанын кетірмек болып талай әдісті жасады. Мысалы, сулы матаны тарту арқылы киімді түзетуге тырысты. Ежелгі Рим халқы киімнің қыртысын түзеу үшін қызған тастарды пайдаланған. Бірақ бұрындары үтіктің қызметін домалақ ыстық таяқшалар атқарған. Бұндай таяқшалар құрғақ киімдерді үтіктеген кезде кейіннен оны кір жазатын және былғарыны ысытатын ағаш тақтайшамен түзулеген. Ерте заманда қолдан тігілген киімдерді үтіктеу қиынға соғатын еді. Ондай кезде ыстығы басым құралдардың көп көмегі болған. Алғашқы үтік туралы 1636 жылы орыс еліндегі жазбаларда кездесе басталды. Өйткені осы жылдың 31 қаңтарында патшаның шығын кітабында сатушы Ивашка Трофимовқа патшаға темір үтік жасап берген үшін 5 алтын төленгені жазылған. Кейіннен шеберлер үтіктерді күмістен жасай бастады. Үтікке жасалу күні шебердің есімін жазуды да сәнге айналдырды. Сол замандағы үтіктердің сипаты мынандай. 19 ғасырдың соңына қарай сауда айналымға газбен жұмыс жасайтын үтіктер шыға бастады. 1892 жылы электрлі үтік өмірге келді. Содан бері электрлі үтіктердің сан түрі жарыққа келе бастады. Үтіктің технологиялық сипаттамасы бұл үтік. Әрбір үтіктің жұмысшы бөлігі бұл табаны болып саналады. Ол шойыннан тотталмайтын болып дайындалады және жылу жинау үшін қалыңдығы 15-20 мм. Үтіктің матада жақсы жылжуы үшін табаны шлифтеледі және жылтырланады. Үтік табанының өлшемі 200-110, 265-155 мм дейін. Қуаты әртүрлі 500-ден 1500 ваттқа дейінгі үтіктер шығарылады. Үтіктеген кезде матаның түріне байланысты қажетті температураны белгілеп үтіктеп қыздырамыз. 200 градустан жоғары емес температурада мақта және зығыр маталарын үтіктейміз. 150 градустан жоғары емес температурада жүннен жасалған және жібектен жасалған маталар үтіктеледі. Ал синтетикалық маталар 100 градустан жоғары емес температурада үтіктеледі. Ылғалды жылумен өңдеу жұмыстары тігін бұйымдары, бөлшектер және киім ылғалмен, жылумен және қысыммен арнайы жабдықтың көмегімен өңделеді. Киім дайындауда өңдеу уақытында 20-25% ылғалды жылумен өңдеу құрайды. Киімді дайындау процесі аралығында ылғалды жылумен өңдеу булы электрлі үтікпен жабдықталған. Үтіктеу үстелінде, престерде, булы манекенде орындалады. Киім сапасы ылғалды жылумен өңдеуге тікелей байланысты. Ылғалды жылумен өңдеудің 3 түрлі процесі бар. Ол ылғалдың және жылудың әсерімен мата талшығын босаңсытады, бөлшекке қажетті форманы қысыммен беру, алынған форманы кептіру арқылы бекіту. Өңдеу әдістерінің 3 түрі бар. Ол үтіктеу, престеу және булау. Үтіктеу бұл матаның қыртысын кетіру, тегістеу. Престеу маталарды өнеркәсіпте престеу. Булау дегеніміз бұл бұйымды манекенге керу арқылы өңделеді. Ендігі кезекте біз киімдерді үтіктеудің әдісін көрсетеміз.
Біз жаңа үтіктеудің бірнеше түрі бар деп айтқан болатынбыз. Соза үтіктеу, жаза үтіктеу, бастыра үтіктеу, жиыра үтіктеу деген сияқты. Бұл жерде қазір сол үтіктеудің түрлерін көрсетемін мен сіздерге. Бірінші үтікті бастамас бұрын біз мына жерде мақта матасын жасауға қиын болғандықтан үтікті тоқылуымен қосып, одан кейін үтіктің температурасын 200 градустан аспайтындай етіп қыздырып аламыз. Енді бұл жерде мына иық тігісін үтіктеуді көрсетемін. Иық тігісін артқы бойға қарай жатқыза үтіктейміз. Иық тігісі артқы бойға жатқыза үтіктеледі. Артқы бойға жатқызылды. Енді үтіктейміз. Енді жан тігістері де артқы бойға қарай жатқыза үтіктеледі. Жатқыза үтіктеу түрі қолданылып жатыр, орындалып жатыр. Енді мына жерде мойын ойысын жағаны үтіктеу кезде бұл жерде соза үтіктеу түрі қолданылады. Мінекей соза үтіктеу түрі қолданылады. Соза үтіктейміз. Енді мына қолтық оймасын, бұл жерде қолтық оймасын мінекей арнайы қойғышқа қойып үтіктейміз. Бұны да тең жағына қарай жатқыза үтіктейміз. Бұл жерде жатқыза үтіктеу тігісі қолданылады. Және жоғарғы бөліктерін үтіктейміз және мына жерде міне жеңнің аузын үтіктеу үшін бұл жерде бастыра үтіктеу тігісін қолданамыз. Көрсетіп жүрейін. Арнайы жеңіл үтіктейтін бөлігіне қойып, тігісті бастыра үтіктеп шығамыз. Жеңнің аузын бастыра үтіктейміз. Енді үтіктеуіміздің түрі мына қыртысын үтіктеу. Қыртыс табанымызды бұйымның қыртысын үтіктеу. Қыртысын үтіктейміз. Бірінші бұл жерде мінекей жеңді үтіктеп аламыз. Жеңді арнайы қойғышқа қойып үтіктейміз. Жеңді қыртысын үтіктейміз. Дайын бұйымды қыртыс табанын үтіктеп аламыз.
Екінші жеңнің қарсысын жазамыз. Енді алдыңғы бөліктің үтіктейміз. Бұйымды теріс бетінен үтіктейміз. Өйткені жылтырап қалмас үшін. Мұндардың түйменің араларын жай ғана жазып шығамыз. Енді теріс бетінен үтіктейміз. Бұйымның қатысын жазамыз. Артқы бойын түктейміз. Енді төменгі бөлігіндегі бұйымның жегізектерінің қатысын жазамыз. Біз бұйымымыздың иық тігістерін, қолтық оймасын, жан тігістерін, жеңнің төменгі бөліктерінің бәрін үтіктеу жұмыстан өткіздік. Және сонымен бірге бұйымымыздың қыртысталуын бәрін үтіктеп, дайын бұйымымызды киім-ілгішке іліп қойдық. Осы жолмен сіздерге пайдалы кеңестерді айтып кетейін. Үтіктің беті қарайып кетсе, қыруға болмайды. Қырған жағдайда сызылып, бұйымды үтіктеген кезде бұйым бетіндегі жіптерін іліп алу не жырып өту мүмкін. Бұндай жағдайда ақ қағазға ас тұзын салып үтікті қыздырып, қағазға тұздың үстіне үтікті үйкелеп аламыз. Үтіктің бетіндегі қара дақтан құтыламыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.